Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Қарақалпақстандағы жаппай наразылық. Тоқаев Мирзиевпен сөйлесті. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев пен Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиев телефонмен сөйлесіп, екі жақты күн тәртібіндегі мәселелерді талқылады. Қазақстан президенті Өзбекстан басшылығының Қарақалпақстандағы тұрақтылықты қамтамасыз ету жөніндегі шешімі уақытылы қабылданғанын атап өтті. Қасым-Жомарт Тоқаев Шавкат Мирзиевтің Конституцияға өзгерістер енгізу жөніндегі референдумды сәтті өткізуіне тілектестік білдіріп, бұл оқиға бауырлас Өзбекстанды жаңғыртуға арналған ауқымды саяси және әлеуметтік-экономикалық бағдарламаларды іске асыру үшін маңызды қадам болатынын атап өтті. Сонымен қатар екі ел басшылары Қырғызстанда өтетін Орталық Азия мемлекеттері президенттерінің алдағы консультативтік кездесуінің күн тәртібін талқылады.